Сәлем, қайырлы күн баршаңызға. Енді көп кісілердің сұрап жататын сұрауларының бірі 150-лік моторға 200-дің гильза поршын салсақ бола ма деп, немесе жаңағы 125-ке 150-дің гильза поршын салсақ бола ма деп сұрап жатады. Немесе жаңағы кіші оборотты үлкейтіп, немесе үлкен оборотты кішірейтіп салуға бола ма деген сөз ғой. Енді мұнда сіздердің назар аударатын бірқанша өлшемдер бар. Соған анықтап алуларыңыз керек. Енді кейбір мотоциклдерге келеді, ал енді кейбір мотоциклдерге келмейді. Сондықтан мына өлшемдерді нақтылап өлшеп алуыңыз керек ауыстырардан бұрын. Мынау 150-дің коробкасы. Бұл әзір 69 көрсетіп тұр. Енді мынау осы 150-дің гильзасы. Бұл 68-ді көрсетіп тұр. Ал енді мынау 125-дікі. 125-дікі 62-ні көрсетіп тұр. Демек, 125-дің мына аралығы, мына тесіктің үлкен кішілігі мынадан үлкен болмайды деген сөз ғой, мынадан кішірек болады. Сондықтан жаңағы 150-дің моторына 125-дің гильзасын сала аласыз, ал 125-дікіне 150-дікін сала алмайсыз деген сөз ғой. Одан кейін біреуі мына чатының ұзын қысқалығына да байланысты болады. Бұл чатының ұзын қысқалығы гильзаның қалың жұқалығына да әсер етеді. Мысалы, мынау 200-дің гильзасы. Әзір сіздерге салып көрсетейін. Міне, мынау жаңағы тесікке 200-дің гильзасы болса да, мына тесікке сыйып түсіп тұр. Бірақ мына чатының қысқалығына байланысты бұған салған поршынымыз мына толық төбесіне шықпай қалады. Сондықтан бұда компрессор азайып кетеді. Демек, бұл чатының ұзын қысқалығына байланысты мына гильзаның қалың жұқалығы да болады. Мына мысалы әзір 196, 200-ліктің гильзасы, міне қалыңдығы 76-ны көрсетіп тұр почти. Ал енді мен сіздерге мына 150-дің өзінің, дәл осы мотордың өзінің гильзасының қалыңдығын көрсетейін. Бұл 69 көрсетіп тұр. Сондықтан бұл гильзаның қалың жұқалығына да байланысты ол өлшем өзгеріп отырады. Одан кейін мына чатының пәлсі, осы пәлсінің өзінің де өзі ролдары бар. Енді кейбіреуінікі жуан болады, кейбіреуінікі жіңішке, кейбіреуінікі орташа. Өзі әзіргі пәлсілер, мен өзі үнемі көретін әзір 3 түрлі пәлсі бар. Көп кезігеді. Ең көп кезігетін 2 пәлсі. Егер осылай моторда үлкенді кішіге, немесе кішісін үлкенге ауыстырып салу үшін міндетті түрде осы өлшемдерді қарауыңыз керек. Мына тесіктің үлкен кішілігін, мына чатынды, пәлсіні, одан кейін мына гильзаның қалың жұқалығы. Осы өлшемдер тура келген жағдайда ауыстыра беруіңізге болады. Егер осының біреуі тура келмей қалса, онда ауыстыра алмайсыз. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Егер қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мүмкіндік болса, сол туралы видео түсіріп каналымызға салып қоятын боламыз.